Сәлеметсіздер ме? Мен Байменова Дамира Арапбайқызы, беле педагог модератор. Бүгінгі ашық оқу іс-әрекетінің тақырыбы ауа райы әлеміне саяхат. Сәлем, менің кішкентай бүлдіршіндерім. Бүгінгі оқу іс-әрекетіміздің тақырыбы ауа райы әлеміне саяхат. Балалар, бастамас бұрын ең алдымен біз шаттық шеңберін құрып алайық. Жарайсыңдар балалар, дайын болсаңдар бастайық, кәнекей. Күн күледі, біз күлеміз. Бұлт жүреді, біз жүреміз. Жел соққанда тербелеміз. Ауа райын зерттейміз. Жарайсыңдар балалар, ауа райын зерттейік. Балалар, мен сендерге қызықты кинолент алып келдім. Назарларыңды перне тақтаға аударыңдар. Қараңдар. Сәлем, балақай. Кел, бүгін ауа райын үйренейік. Мұнда ауа райы қандай? Балалар, мұнда ауа райы қалай болып тұр? Күн шығып тұр. Дұрыс айтасыңдар, күн шығып тұр. Дұрыс айтасың, күн шығып тұр. Күн жылы. Ауа райы қандай? Ауа райы қандай болып тұр? Дұрыс айтасыңдар, ауа райы болып тұр. Аспанды бұлт қаптап тұр. Ауа райы қалай болып тұр? Жаңбыр жауып тұр. Дұрыс айтасыңдар, ауа райы жаңбырлы болып тұр. Жаңбыр жауып тұр. Күн жаңбырлы. Жел болып тұр. Дұрыс айтасыңдар, ауа райында желді болып тұр. Ауа райы желді, жел соғып тұр. Мұнда ауа райы қалай? Қалай болып тұр? Найзағай соғып тұр, иә? Дұрыс айтасыңдар. Күн күркіреп, найзағай соғып тұр. Найзағай жарқырап тұр. Жарайсыңдар балалар, рахмет. Амында? Қар жауып тұр. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жарайсыңдар, рахмет балалар. Балалар, бізге метеоролог маманы ауа райын болжап бермекші. Кәнекей, экранға назар аударайық. Сәлем балақайлар, бүгін оңтүстікте күн ашық. Ауа температурасы плюс 25 градус. Жел жоқ, футболкамен жүруге болады. Солтүстікте жаңбыр плюс 10 градус. Аспан сұр болып күрте киіп, қол шатыр алған дұрыс. Батыста қар жауып тұр, температура 0. Жылы киіну қажет. Шығыста бұлтты, бірақ жауын жоқ. Температура плюс 18 градус Цельсий болады. Керемет күн болсын. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Бізге қонақ келе жатқан секілді. Қарайықшы, кім келе жатыр бізге? Сәлеметсің бе? Сіз кім боласыз? Димаш ұшқышы келді бізге. Мен қайда тап болдым, балалар? Бұл қайсы? Авиабасаға қарасын немеді. Телефон сендерге қуасырып кетті. Маған шығу үйге ұшу керек. Ауа райын білмеймін. Өзім анықтай алмаймын. Десем болады. Балалар, ұшқышыға көмектесуіміз қажет. Ауа райы бұзылған соң, ұша алмай қалды ұшқышы. Ұшқышыға кім көмектесе алады? Метеоролог. Дұрыс айтасың, Азина. Ұшқышыға метеоролог көмектесе алады. Ауа райы болжамы көптеген мамандықтарға қажет. Мысалға,
ұшқыштарға, құрылысшыларға, жүргізушілерге, геологтарға, диқандарға егер қатты жел соқса, немесе қатты бұлт болса, ұшулар тоқтатылады. Біздің ұшқышқа да ауа райын білу керек. Балалар, ұшқышшы Димашқа көмектесейік. Кәнеке, ендеше біз зертханаларға барайық. Ал бұл жер температураны өлшейтін, зерттейтін зертханамыз балалар. Алдарында жылы су бір ыдыста, ал бір ыдыста мұз тұр. Ең алдымен жылы суға қолымызды батырайық, кәнеке. Жылы суға батырайық. Қолымыз қалай? Жылы ма? Су қалай? Температурасы жылы ма? Жарайсыңдар. Енді қолды аламыз, алдарында тұрған мұзды суға саламыз. Салыңдар. Салыңдар. Қасықпен саламыз. Суға саламыз. Енді қасықты қойып салағы балайым, мұзын салағы. Жарайсыңдар. Енді суға қайтадан қолымызды салайық. Енді судың температурасы өзгерді ме? Мұздай болды ма? Жарайсыңдар. Ал қолымызды аламыз. Біз жылы суға мұзды салу арқылы температураны өлшедік. Іс тәжірибеміз ұнады ма сендерге? Жарайсыңдар. Енді балалар, енді кезек желді зертханасына барайық. Жүріңдер. Ұшқышы Димаш және де балалар, біз жел орталығына келдік. Балалар, жел ауаның қозғалысы. Ол кейде әлсіз, кейде өте күшті болады. Жел ауа қозғалысы ол тыныш және жеңіл, қатты, ашулы жел болады. Жел пайда болғанда күн жерді әртүрлі қыздырып ауа қозғала бастайды. Ең алдымен балалар, бірінші тәжірибемізді жасайық. Қараңдар балалар, алдарында қағаз тұр. Қағазды аламыз, қолымызға ұстаймыз. Қағазды алып қолымызға ұстаймыз. Қағазды үрлейікші кәнеке. Қатты үрлейікші мінеке былай. Деп, үрлейік. Біз желге қайсысы шыдамды екенін бақылайық. Жел, балалар, ол жақсы. Қағаз желге жақсы желпінеді. Бірақ балалар, жаңбыр жауған кезде балалар, ол су болып, ақыр аяғында жыртылып кетеді. Кәнеке, жыртыңдаршы балалар қағазды. Былай. Ал қатты жел болғанда осылай жыртылып кетеді екен. Енді балалар, матаны алайық. Алдарында мата тұр. Матаны біз зерттеп көрейік. Балалар, матаны зерттейік. Матаны үрлейікші кәнеке. Матаны үрлейміз. Балалар, мата желге жақсы, төзімді. Бірақ балалар, жаңбыр жауса, су болса, ол желпіне алмай қалады. Кәнеке, суға батырып көрейікші. Матамыз. Мата суға батқан кезде ауырлай түседі. Көрдіңдер ме балалар? Суға батырамыз. Сала-салдар. Міне, ауырлайды балалар. Көрдіңдер ме? Кән, үрлеңдерші енді. Үрленбей қалды ма? Өйткені мата ауырлай түсті. Ал енді алдарына қойыңдар. Салафанды аламыз. Салафанды көрейік. Бақылай салафанды. Ала ғой. Ал енді салафанды үрлейік. Жарайсыздар. Балалар, салафан мықты. Қараңдар, салафан мықты, желге төзімді, жаңбыр жауса су сіңбейді. Бұл жерде желдің жеңі ең төзімдісі бұл салафан. Рахмет балалар. Балалар, сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар. Ылғалдылық орталығына қош келдіңдер. Күн жердегі жарық пен жылудың көзі. Ол біздің жұлдызымыз. Қараңдаршы балалар, ең алдымен күн қызады. Күн қызғанда
жер қызады, иә? Күн жылуын берген кезде. Сосын жердегі ыстық ауа жоғары көтеріледі. Ол сосын бұлтқа айналады. Бұлттан су булары жиналады. Сосын жаңбыр болып жерге түседі. Балалар, жаңбыр жерге жауады, иә, балалар? Қараңдар, алдарындағы тұрған суреттерге қараңдар. Бұл жерде ауаның айналымын көрсеткен. Осы ойынды қазір бірге ойнайық. Балалар, қолдарындағы таяқшаларменен мына жаңағы айта кеткен ауа райының айналымының суын жылжыта отырып жоғары қарай көтереміз. Былай, ең алдымен күн қызды, күндегі жердегі көлшіктегі сулар бұлтқа барып, буланып, бұлтқа айналды. Сосын бұлттан жаңбыр жауды. Жаңбыр жауып, ол өзендерге, көлдерге, жерге төгілді. Біз өте бақыттымыз, көңілді уақытымыз, ойын сауық тәттімен өтіп жүрер сәтіміз. Егер бақытты болсаң, қолыңды соқ. Егер бақытты болсаң, шапалақты соқ. Біз бақытты балалар. Балалар, жаңа біз су айналымын ойнадық, иә? Қалай жоғары күн қызғанда жоғары жылы ауа көтеріліп, бұлтқа айналып, бұлттан жаңбыр қалай жауатынын көрдік. Ендеше мына макет арқылы біз жаңбыр қалай жауатынын көрейік. Қараңдар, балалар, жаңбырды қолмен ұстап көруге болады. Балалар, жаңбыр ұнап жатыр ма? Иә. Күшті жауып жатыр ма? Иә. Жарайсыңдар, балалар. Рахмет. Енді кішкене сергі балайық. Көңілді күйде би-билеп және де берілген тапсырмаларды орындайық. Бұл жерде қазір музыка ойнайды. Алдарыңызда тұрған күннің, желдің, жаңбырдың суреттері көрсетілді. Музыка ойнап, дыбысы шыққан кезде, мысалы үшін желдің дыбысы шыққан кезде мен желді ала қалып, тұра қалуым қажет, дұрыс па? Ал енді бастайық, балалар. Билейміз, иә? Кемпір қоса зертханасына қош келдіңдер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жарайды, олай болса мені тыңдаңдар. Және де бірлесе отырып жасайық. Ең алдымен бізге кемпір қосаққа қант қажет. Және су, әртүрлі түстік бояғыш қажет болады. Қараңдар, балалар, алдарында 4 стақан тұр. Стақанға 1 стақанға 1 қасық қант, екіншісіне 2 қасық, үшіншісіне 3 қасық, төртіншісіне 4 қасық алдымен қант салып алайық. Кәнекей балалар, сала қойыңдар.
түсті бояулардан жасады. Иә, балалар? Рахмет. Бүгінгі оқу қызметімізді қорытындылайық. Балалар, біз бүгін не көрдік? Қайда бардық? Температура орталығына бардық, иә? Ол жақта не жасадық? Жылы суға мұзды араластырып, біз температураны бақыладық. Дұрыс айтасыңдар. Енді бір бұлтты мен алып тастайын, дұрыс па? Енді келесі біз жерді бақыладық па? Жердің орталығына бардық па? Ол жақта не жасадық? Не көрдіңдер? Жердің бағытына қайсысы желкем шыдайды екен? Қағазбен не істедік? Ол жыртылып кетті, қағаз ал, маташы. Шырамсыз, иә, суға жауын жауған кезде мата ауырлай түседі екен. Ал бізге жерді желкенге қайсысы дұрыс болды? Дұрыс, ол өйткені жеңіл болды, сол сіңбейді. Одан соң біз ылғалдылық орталығында не істедік, балалар? Не көрдік? Ылғалдылық орталығында. Дұрыс, жаңбырдың қалай жауатынын көрдік, дұрыс па? Жарайсыңдар. Енді мен тағы да бір бұлтты алып тастайын, балалар. Ал, бере қой. Жарайсыңдар. Бұлтты алдым. Бұл біздің әдемі оқу қызметімізге қатысқанымыз үшін алдым, және де жақсы көңіл күйде болғанымыз үшін бұлтты алып тастадым, балалар. Балалар, қараңдар, бізде күн қалды. Күн жарқырап, ауа райы ашылды, балалар. Енді біздің ұшқыш Димаш үйіне ұшуға болады. Ал Димашпен біз қоштасайық. Кәнеки балақай, Димаш ұшқыш, сау бол, ауа райы ашылды. Келесі кездескенше. Сау бол. Сау бол, келесі кездескенше.